Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біз автомобильдің трансмиссиясына қатысты тораптарды мен таныстырып, одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің келесі дәрістік тақырыбымызда автокөліктердің беріліс қорабы жөнінде материалдар берілген. Сіздер онымен толықтай танысып шыққан боларсыздар. Қысқаша айтып өтетін болсақ, автокөліктердің беріліс қорабының негізгі атқаратын қызметі. Автокөлік қозғалтқышының айналдыру моментін автокөліктің жүріс бөлігіне өзгертіп, көбейтіп немесе азайтып, оның күшін көбейтіп немесе азайтып, және автокөліктің жүріс бағытына өзгерістер енгізу болып табылады. Енді автокөліктің беріліс қорабының бірнеше түрін білесіздер. Қазіргі мына ғылым мен техниканың жетістіктеріне байланысты бұл беріліс қорабына да көптеген өзгерістер енгізілген. Мысалы, автокөліктерде механикалық беріліс қорабы, автоматты беріліс қорабы, электрлік беріліс қорабы дейтін бірнеше қораптың түрлері бар. Олардың бәрімен бөлек-бөлек біз жеке танысамыз. Біздің бүгінгі дәрістік сабақта сіздерге көрсеткелі отырғанымыз негізі механикалық беріліс қорабының жалпы жұмыс бағыты, жұмыс үрдісі. Яғни, осыдан алдыңғы тарауда біз айтып өттік, автокөлік қозғалтқышында айналыс моменті әуелі механикке беріледі, одан ілініс механизміне беріледі, сол ілініс механизмінен барып автокөліктің беріліс қорабына беріледі. Біздің алдымызда газель автокөлігінің беріліс қорабы толық күйінде тұр. Яғни бұл жерде не көрініп тұр? Бірінші автокөліктің сыртқы беріліс қорабының сыртқы қорабы, яғни мына жерде алюминий материалдан құйылған, осы беріліс қорабының ішіне жинақталады. Мына көрініп тұрған автокөліктің беріліс қорабының бірінші валы, мына алдыңғы сағатта айтып өткен сығу подшипнигі және автокөліктің беріліс қорабының екінші валы оның артында орналасқан. Егер оларды нақты жағдайда көретін болсақ, мынау автокөліктің міне бірінші валы, беріліс қорабының бірінші валы. Міне, мына вал, міне, осылай көрсетілген міне. Мұнда да бірнеше тістер бар. Мынау автокөліктің беріліс қорабының екінші валы. Және осы беріліс қорабының екінші валымен аралықта бірнеше тісті шестернялар орналасқан. Яғни беріліс осы тісті шестернялардың көмегімен бірінші валдан екінші валға беріледі. Егер тістесу барысында тісті шестерна, үлкен тісті шестерна, кіші тісті шестернамен тістесіп беріліс одан ары жалғасатын болса, онда бұл жерде айналыс жылдамдығы көбейеді, бірақ қуаты азаяды. Егер кіші тісті шестерна үлкен тісті шестернамен жалғасатын болса, онда бұл жерде айналыстың күші азаяды, бірақ автокөліктің қуаты көбейеді. Осыған байланысты шестерналарында тістерінің саны және олардың көлемі әртүрлі болып орналасқан. Енді айтып өткен жұмыс үрдісінің қалай жалғасатынын қысқаша айтып өтейік. Яғни жүргізуші аяқ педалының және басқа механизмдердің көмегімен мына сырғыма подшипникті итереді. Сырғыма подшипник барып мына жетектелуші дискінің пружиналарын қысады. Пружиналар қысқаннан кейін мына саңылау пайда болады. Сол саңылаудың негізінде мына бірінші беріліс қорабына берілетін айналыс тоқтайды. Міне осы мезгілде пайдаланып жүргізуші арнайы мына итергіш, яғни рычагтың көмегімен берілісті іске қосады. Берілісті іске қосқаннан кейін жүргізуші педалды жібереді. Сырғыма подшипник өзінің орнына қарай қайта кейін қарай қысады. Кейін қарай қысқаннан кейін мына экранда саңылау жойылады, яғни үйкеліс пайда болады. Үйкелістің нәтижесінде автокөліктің ілініс механизмінде жетектеуші дискі айналысқа келеді. Ал өздерін көріп отырғандай, мына жетектеуші дискі өзінің мына шлицалары арқылы бірінші біліктің шлицаларына былай кигізілген. Яғни беріліс мына бірінші балға беріледі, бірінші білікке беріледі. Енді бірінші білік тістер арқылы автокөліктің басқа тістермен, шестерналармен қосылғаннан кейін беріліс одан ары қарай мына екінші білікке беріледі. Екінші білік айналысқа келеді. Екінші біліктің мына келесі басына, яғни автокөліктің карданды білігінің шлицасы келіп орналасқан. Яғни беріліс маховик арқылы, ілініс механизм арқылы және бірінші білік арқылы тістер арқылы екінші білікке беріледі де, кардан білігі арқылы автокөліктің артқы жүріс бөлігіне қарай, артқы белдігіне қарай беріледі. Негізгі
Енді жұмыс барысында жүріп келе жатқан автокөліктің іліс механизмін ажырату арқылы жүргізуші оның жылдамдығын қажетті мөлшерге дейін өзгерте алады. Қазіргі уақытта механикалық беріс қорабы бірнеше, мысалы берістің бірнеше саны болады. Мысалы қазір үлкен жүк автокөліктерінде бірден 16-ға дейін беріс жылдамдығын өзгертудің мүмкіндігі бар. Яғни 4-тен басталады. Ең бұның ішінде бірінші жылдамдық бұл автокөлікте негізгі орнынан қозғау үшін пайдаланатын жылдамдық болып есептеледі. Яғни беріс қолабының жалпы жұмысы жөнінде қысқаша айтып өтетініміз осы. Енді негізгі материалдарды менің сіздерге берген лекциялық материалдардан және арнайы оқулық материалдармен танысып жетістіріп алуларыңызға болады. Егер сұрақтарыңыз туындап жатса, маған тікелей байланысқа шығып, қосымша мәліметтер алуыңызға болады. Бүгінгі беріс қорабына байланысты сабақты осымен аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.